Қазақстандық Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Альварестің екінші кездесуі төрешілердің шешімімен Канелоның пайдасына аяқталды. GGG кәсіпқой бокстағы спорттық мансабындағы алғаш рет жеңіліс тауып, чемпиондық атақтарынан айырылды. Спорт сүйер қауым көкейінде тағы бір сұрақ: үшінші жекпе-жек болар ма екен? Сәлем достар, сіздермен бірге ТЕН ТЕК каналының келесі шығарылымы. Бүгін біз сіздермен Канело және Геннадий Головкин арасындағы жекпе-жектің әділдігі мен Геннадийға айтылған сын пікірлер жайлы айтатын боламыз. Лас-Вегастағы екінші кездесуден кейін мексикалық боксшы ерекше қуанды. Чемпиондық атағын иеленіп шаттанды. Головкинмен үшінші рет жұдырықтасудан қашпайтынын жеткізді. Мен жеңіске жеткенімді дәлелдедім. Головкин кері шегінді. Жекпе-жекке көңілім толды. Себебі өте жақсы жұдырықтастым. Таза жеңіс болды. Егер жұрт қаласа, үшінші кездесуді де ұйымдастырамыз. Әзірге осы жеңісімнің рахатын сезінбекпін, деді Канело. Екі боксшы арасындағы үшінші жекпе-жектің уақыты әлі белгісіз. Мексикалық боксшының промоутері Оскар Де Ла Хойяның мәлімдеуінше, бұл жекпе-жек туралы айту әлі ерте. Екі боксшы бүгін алған жарақатынан айығу үшін біраз уақыт қажет. Сауль Альварес Генаға дейінгі міндетті қарсылас Давид Лемемен жұдырықтасуы тиіс. Бұл кездесу желтоқсан айына жоспарлануда. Геннадий Головкин жекпе-жектен кейін шаршалаңда сұхбат беруге қатысқан жоқ. Баспасөз мәслихатына бірақ келіп, тілшілер сұрақтарына жауап берді. Ал үшінші жекпе-жек жайлы: мен кім жеңгені туралы айтқым келіп тұрған жоқ. Төрешілер шешімі бойынша Канело жеңіске жетті. Жанкүйерлер үшін жақсы жекпе-жек болды. Үшінші жекпе-жек келісімі ойдағыдай болып, талаптар көңілден шыққанда ғана жұдырықтасамын, деді Головкин. Белгілі спорт сарапшысы Александр Белинки үшінші кездесу ұйымдастырылуы екіталай екенін болжады. Қарымта жекпе-жек болуы екіталай, екеуінің қарсыластығы аяқталды. Головкин жеңілді. Альварестің командасы енді мүмкіндік бермейтін секілді. Тіпті ендігі кездесуде Альварестің мықты бола түсетіндігі анық. Уақыт өте келе мықтылар да жеңіледі. Қазір Альвареспен бәрі жұдырықтасқысы келеді. Головкинді жасы да жеңді, деді сарапшы. Ал еліміздегі спорт мамандарының бірі Рауан Оқас та үшінші кездесу өтетініне сеніңкіремейді. Себебі Сауль Альварес көздеген мақсатына жетті. Екеуі үшінші рет шаршалаңға шығады деп айту қиын. Канело өз дегеніне жетті. Чемпиондық атақты иеленді. Головкинге қарсы жұдырықтасуы да оңай емес. Одан да өзге боксшылармен жұдырықтасқан тиімді. Оған қаржы мол табуға сеп болатын қарсылас табылады, дейді. Геннадий Головкин мен Сауль Альварес үшінші рет шаршалаңға шығу үшін қайта келісім қарастырады. Осыған дейін әрең келісіп жүрген промоутерлік ұжымдардың талаптары бір-бірінің көңілінен шығармай екен. Абель Санчестің сөзінше, Golden Boy промоушн компаниясының президенті Эрик Гомес GGG-дің жеңілісінен кейін үшінші кездесу өткізу қажеттігін айтқан. Боксинг Санческе сілтеме жасап, Головкин мен Канелоның үшінші жекпе-жегі 5 мамырда өтуі мүмкін екенін жазды. Бапкер орта салмақтағы WBC, WBA, IBO тұжырымдары бойынша әлемнің экс-чемпионы Головкиннің осы жылдың желтоқсанында немесе келесі жылдың басында шаршалаңға шығуы екіталай екенін атап көрсетті. Санчестің пікірінше, қазақстандық боксшыға қазір демалыс қажет. Бастысы баспасөз мәслихатынан кейін Геннадий Головкин мен ораламын деді. Жай айтқан жоқ, зілмен, бар күш жігері, қазір қайратын жинап тұрып айтты. Бірақ бұл сөзін Геннадий Головкин жай ғана күлімсіреп айта салды. Сондай-ақ ел спортшылары да бұл жекпе-жекке өз бағаларын берді. Бақтияр Артаев: меніңше Головкин жеңді. Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев Головкин Альварес матчының нәтижесіне көңілі толмады. Мен үшін бұл түсініксіз шешім. Менің ойымша Головкин жеңіске жетті. Жекпе-жек қызықты болды, екеуі де жақсы нәтиже көрсетті. Меніңше үшінші жекпе-жекті өткізу әділетті болар еді деп ойлаймын, деді Артаев Қазспорт арнасына берген сұхбатында. Намысты еріміздің бірі Жәнібек Әлімханұлы бұл жекпе-жекке аясынан тыс қалмады. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлы Геннадий Головкинді төрешілер шешімімен жеңген Канеломен жұдырықтасқысы келеді. Боксшы бұл жайында Instagram желісіне жазды. Бұйыртса белбеулерді қайтарып аламыз. 2019 жылы менің промоутерім, мен Канелоның промоутері келіседі деп сенемін. Асыға күтемін. Мексикалықтарға қазақ бокс стилін көрсетемін, дейді. Ал Қуат Хамитов болса, бүгін мен үшін аза тұту күні деп өз пікірін Instagram желісінде білдірді.
Бүгін мен үшін аза тұту күні. Бұл спорт ешкімді аямайды, бірақ Головкин біз үшін әрдайым чемпион болып қалады. Соның арқасында бүкіл әлем Қазақстанды біледі. Чемпион өте керемет шайқас өтті. Қазақ боксшыларына әлем боксының аренасына есік ашқан қазақстандық Геннадий Головкин үлкен спорт тарихында өз атын тастай қашап, талай жылдарға біз үшін, кейінгі ұрпақ үшін әлем жеңімпазы бола береді. Гена мейлі жеңсін, мейлі жеңілсін, біз әрқашан сенімен бірге болып қолдауымызды көрсетеміз. Қазақ елі әрқашан сенімен бірге чемпион. Сіздермен бірге болған ТЕН ТЕК арнасы. Арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және де келесі видеоға дейін сау болыңыздар.